Елімізде 100 жаңа есім жалпы ұлттық жобасының екінші кезеңі басталды. Яғни рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қоғамда өзінің белсенділігімен танылып, түрлі салада жетістікке жеткендер іріктеледі. Сол арқылы олардың өмір жолын көпшілікке насихаттау көзделіп отыр. Жалпы жұмыс тобы үздіктер тізімін бекіткен соң халықтың дауыс беруі онлайн түрде жүргізіледі. Айта кетейік, жоба осыдан 1 жыл бұрын Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің бастамасымен жүзеге асқан. Оған қатысушы үміткер жасы 18-ден асқан Қазақстан азаматы болуы тиіс. Сондай-ақ ол өзін-өзі ұсына алмайды. Арнайы мекеме немесе үкіметтік емес ұйым үміткерді жобаға қатысушы ретінде тіркеп, егістерін таныстырады. Қыркүйектің 10-на дейін өтініштер, ұсыныстар қабылдаймыз. Одан кейін қыркүйектің 20-сынан бастап қазанның 10-на дейін жалпы біздің енді Қазақстан әр азаматы өз дауыс бере алады. Дауыс беру этапы болады, кезеңі болады. Сол арқылы біз енді осы жылдың аяғына дейін 100 жаңа есімнің жобасын аяқтап, жалпы халқымызға жария етеміз деп есептейміз. Ол да бір басқа да азаматтарымызға олардың белсенділігін арттыруға бір үлесін, бір шабытын береді деп ойлаймыз. Тағы бір ерекшелік биыл жұмыс тобының құрамына Қоғамдық даму министрлігі жастар саясаты жөніндегі департаментінің өкілі еніп, кіші буын арасында белсенділікті арттыруға баса көңіл бөлініп отыр. Сондықтан биыл 100 жаңа есімнің тізімінде олардың қатары көп болады деген сенім бар.